Айсана мен Нұргелді 24 жастағы құрдастар еді. Екеуінің жолы бір күні кездейсоқ түйісіп, сол кездейсоқтық кейін екеуінің бүкіл өмірін өзгертерін ол кезде еш қайсысы білмейтін. Нұргелді Айсананы алғаш көрген күннен-ақ ұнатып қалды. Ал Айсана оның ашық мінезіне, кейде қатқыл сөйлегенімен ішінде жұмсақтықтығы бар жігіт екеніне біртіндеп ғашық болды. Екеуі 7 ай бойы кездесіп, бір-бірін жақынырақ таныды. 7 ай деген аз уақыт сияқты көрінгенімен, олар үшін сол 7 айдың әр күні қымбат еді. Бірге күлді, бірге армандады. Болашақтағы үйлерін, балаларын, өздерінің шағын ғана бақытты шаңырағын елестетті. Нұргелді кейде Айсанаға: "Менің ең үлкен арманым өз отбасының болғаны. Балаларының күлкісін естіп ояну" дейтін. Айсана күліп: "Ал мен сенің балаңа жақсы ана болам" деп жауап беретін. Ол кезде екеуі бір күні сол армандарының қуанышпен емес, үлкен сынақпен бірге келетінін қайдан білсін. 7 айдан кейін олар шаңырақ көтерді. Екі жастың үйлену тойы дүркіреп өтті. Екі жақтың ата-анасы ақ батасын беріп, жас жұбайларды бақытқа қиды. Айсана жаңа түскен келін ретінде үйіне қуанышпен кірді. Нұргелді де әйелін алақанында аялап жүргендей еді. Алғашқы айлары өте бақытты өтті. Таңертең бірге оянып, кешке жұмыстан келген Нұргелдіні Айсана күлімдеп қарсы алатын. Екеуі кешкі ас үстінде болашақтарын сөйлесетін. "Баламыз болса, ұлымызға қандай ат қоямыз?" деп Айсана бір күн сұрады. Нұргелді күліп: "Ұл болса, өзім қоямын" деді. "Қыз болса ше? Онда сен қоясың. Ал ұл болса, менің атамның атына ұқсас, Айбарлы ат қоямын." Екеуі сол кезде жай ғана арман қуып отырған. Бірақ көп ұзамай Айсана аяғы ауыр екенін білді. Бұл хабар Нұргелдіні ерекше қуантты. Ол көптен күткен әке болу сезімін алғаш рет жүрегімен сезінді. Айсананың әр қадамын бақылап, дәрігерге бірге барып, тамақтануына дейін уайымдай бастады. Екі жақтың ата-анасы да қуанды. Әсіресе Нұргелдінің әкесі немересін асыға күтті. "Ол болса, құшағыма алып өзім ат қоям" деп әзілдейтін. Айсана болса, ішіндегі кішкентай сәбимен күнде сөйлесетін. "Балам, сен аман болшы. Әкең екеуміз сені қатты күтіп жүрміз" дейтін. Бірақ жүктіліктің соңғы айларында Айсананың денсаулығы күрт нашарлады. Оның жағдайы ауырлап, дәрігерлер бақылауына алды. Күн өткен сайын анасының жүрегіндегі қорқыныш күшейе берді. Ол ішіндегі баласының амандығын ғана ойлады. Бір түні аурухана төсегінде жатып, қолын ішіне қойып: "Балам, мен сені күтемін. Қандай болсаң да, қандай сынақпен келсең де, мен сені тастамаймын" деп сыбырлады. Нұргелді сыртта жүргенімен, оның да жүрегі мазасыз еді. Ол ашуланшақ, қатал мінезді болатын. Кейде болмашы нәрсеге де ашуланып кететін. Бірақ сол күндері әйелінің жанында үнсіз отырып, оның қолын ұстап қана қоятын. Сәби өмірге жоспарланған уақытынан әлдеқайда ерте келуге асықты. Айсана небәрі 6 айлық кезінде босанды. Сәби 6 ай 2 күндік болып дүниеге келді. Өмірге келген сәттен бастап, кішкентай Айсұлтанның күресі басталды. Ол анасының құшағына жатып, анасының жүрек соғысын тыңдап тынышталудың орнына, бірден дәрігерлердің қолына өтті. Кішкентай денесі әлсіз еді. Дәрігерлер оны дереу реанимацияға алып кетті. Айсана баласының соңынан қараумен ғана қалды. Ана жүрегі сол сәтте алғаш рет екіге бөлінгендей болды. Бір бөлігі өзімен бірге қалып, екінші бөлігі сол кішкентай баласымен бірге реанимация есігінің ар жағында кеткендей еді. "Баламды аман алып қалыңыздаршы", деді ол дәрігерлерге жасын тыя алмай. Бірақ дәрігерлердің асығыс қимылы оған жауап беруге мүмкіндік бермеді. Айсұлтан аппаратқа қосылды. Оның кішкентай денесі түрлі түтіктердің арасында жатты. Айсана күн сайын ауруханаға келетін. Реанимацияның есігінің алдында ұзақ күтетін. Кейде баласын көруге рұқсат бергенде, оның кішкентай қолына саусағын тигізіп: "Айсұлтан, анам келді. Мені естіп жатырсың ба? Мен сенің жаныңдамын, балам" дейтін. Бала жауап бере алмайтын. Бірақ анасы оның әрбір кішкентай қимылын жүрегімен сезетін. Басқа балалар өмірге келген соң,
анасының құшағына жатып үйіне қайтатын. Ал Айсұлтанның алғашқы бесігі аурухана төсегі. Ал алғашқы ұйқысы аппараттардың дыбысы болды. Алғашқы 62 күні ол анасынан алыс жатты. 62 күн. Ана үшін бұл 62 жылдай сезілді. Айсана сол күндері үйге қайтқысы келмейтін. Баласының жанынан кеткісі жоқ еді. Бірақ кейде амалсыз сыртқа шығып, дәлізде отырып жылап алатын. Сосын көз жасын сүртіп, қайтадан баласының жанына кіретін. Жыламаймын, балам. Сен үшін жыламаймын. Сен мықты бол, мен де мықты боламын. Деп өзіне өзі серт беретін. Нұргелді де ауыл мен қаланың арасын жол қылып жүрді. Бірақ оның мінезі ауыр еді. Ол ішіндегі қорқынышын ашумен шығаратын. Кейде дәрігерлерге ренжіп, кейде тағдырға ашуланатын. Неге біздің баламыз? Неге? Деп түн ішінде жалғыз қалғанда қабырғаны жұдырықпен ұратын. Бірақ таң атқанда қайтадан ауруханаға келетін. Бір күні Нұргелдінің әкесі немересін көруге келді. Ол кішкентай баланы әйнектің ар жағынан көріп, ұзақ қарап тұрды. Көзінен жас парлады. Менің немерем ғой бұл, деді ол дірілдеген дауыспен. Аман қалшы, балам. Атаң сені күтіп жүр. Сол күннен кейін кішкентай сәбидің атын өзі қойды. Бұл баланың аты Айсұлтан болсын. Өмірге сұлтан болып келсін. Қандай қиындық болса да, басын иіп емес, басын көтеріп өтсін, деді. Осылайша 6 ай 2 күндік болып өмірге келген кішкентай сәбидің аты Айсұлтан атанды. 62 күннен кейін дәрігерлер оның жағдайы біршама тұрақталғанын айтып, үйіне шығуға мүмкіндік берді. Сол күні Нұргелді ұлын ауруханадан алып шығуға келгенде, көзіне жас тығылды. Ол баласын қолына абайлап алып, балам, әкең сені үйге алып бара жатыр, деді. Алып шыққан сәтте, екі әулеттің қуанышында шек болмады. Атасы немересін құшағына алып, көз жасын сүртті. Әжелері кезек-кезек бетінен сүйді. Үйде дастархан жайылып, көптен күткен қуаныш келгендей болды. Бірақ Айсана ғана баласының кішкентай жүзінен ұзақ қарап тұрды. Оның жүрегі біртүрлі мазасыз еді. Ол баласын қолына алып, емізіп отырды. Айсұлтан анасының кеудесіне басын қойғанда тынышталып қалатын. Анасының дауысын танитын. Иісін сезгенде сабырға түсетін. Көзімен әлемді толық көрмесе де, анасын жүрегімен танитын. Айсана сол сәтте баласын құшағына қатты қысып, сен мені даусымнан танисың ғой, балам. Анам сені ешқашан тастамайды, деді. Айсұлтан 6 айдан асып, 4 айлық жасына жеткенде, ата-анасы оның қатарындағы балалардан өзгеше екенін анық байқай бастады. Басы үлкендеу болып, кейбір қимылдары ауырлай түсті. Дәрігерлер тексерісінен кейін, олардың өміріндегі алғашқы ауыр диагноз айтылды. Баланың басына сұйықтық жиналып, оған күрделі ем қажет екені белгілі болды. Ата-ананың жүрегі тағы да езілді. Бірақ Айсана баласын құшақтап отырып, қорықпа, балам. Бірінші сынақ болса, біріншісінен де өтеміз, деді. Сол күннен бастап аурухана жолы қайта басталды. 3 айында басына алғашқы операция жасалды. 4 айында екінші операция қажет болды. Бір операциядан кейін үміттеніп отырған отбасы, 1 ай өтпей, жатып қайтадан аурухананың есігін қақты. Айсұлтанның жағдайы оңалудың орнына қайта ауырлай түсті. Бірақ кішкентай бала сонда да берілмеді. Оның кішкентай қолы қимылдап, анасының дауысын естігенде сабырға түсетін. Айсана кейде баласына массаж жасайтын. Кішкентай аяқтарын ақырын уқалап, қолдарын созып, жүресің, балам. Бір күні өзің жүріп келіп, мені құшақтайсың, дейтін. Айсұлтан оған қарап күлімсірегендей болатын. Сол күлкі анасына 1000 дәрігердің сөзінен де үлкен үміт беретін. Бірақ 6 айға толғанда тағы бір ауыр шындық анықталды. Айсұлтан жан-жағына қарамайтын. Оның көзі жанарында мәселе бар екені белгілі болды. Дәрігерлер оның көру қабілеті жоқ екенін айтты. Айсана бұл сөзді естігенде бір сәтке тынысы тоқтап қалғандай болды. Көзі
көрмей ме? Деді ол сыбырлап. Дәрігер үнсіз басын изеді. Айсана баласын құшағына қысып, жылап жіберді. Бірақ ол баласының алдында ұзақ жыламауға тырысты. Балам, сенің көзің көрмесе де, анаңның жүрегін сезесің ғой, деді ол. Айсұлтан анасының дауысын ести сала тынышталды. Сол сәтте Айсана бір нәрсені түсінді. Баласының әлемінде жарық аз болуы мүмкін. Бірақ оның әлемінде анасының дауысы, анасының иісі, анасының жүрегінің соғысы бар еді. Осыдан кейін отбасы баланың көзіне де ем іздей бастады. Қаражат керек болды. Үлкен көмек жинау ұйымдастырылып, Петерборға дейін баруға мүмкіндік ізделді. Елден көмек сұралды. Туыстар, ауылдастар, таныстар бәрі қолдарынан келгенше жәрдем берді. Айсұлтанның аты аталған сайын бір үйдің ғана емес, көп адамның жүрегі қозғалды. Бірақ оның басындағы қиындық мұнымен тоқтамады. 6 айында тағы бірнеше күрделі ем мен операция жасалды. 7-8 айында жағдайы қайта қиындап, асқазанына да байланысты мәселе туып, бірнеше рет операция жасалды. Бірінен кейін бірі келген сынақтар кішкентай баланың денесін әлсіретіп жатты. Ал анасының жүрегі күн сайын 1000 рет сынып, 1000 рет қайта жамалатын. Нұргелді де сырттай қатал көрінгенімен, баласын көрген сайын ішінен күйетін. Ол ауылдан қалаға күн сайын дерлік қатынайтын. Кейде шашап келгенде ешкімге білдірмей көлікте жалғыз отырып жылайтын. Бірақ ауруханаға кіргенде жүзін сүртіп, менің батыр балам қалай, деп күлімсірейтін. Айсұлтан әкесінің даусын естігенде қолын қимылдатып, оған қарай ұмтылғандай болатын. Нұргелді баласының маңдайынан сүйіп, әкем осында балам. Сен екеуміз әлі талай нәрсе жасаймыз. Бір күні сені өз аяғыммен жүргіземін, дейтін. Атасы да немересінен қол үзбеді. Әр ауырған сайын немересімен бірге жылады. Балам ауырмасыншы. Оның орнына мен ауырсамшы, деп талай рет көз жасын тия алмады. Айсұлтан атасының даусын естігенде де ерекше тынышталып қалатын. Бір үйдің 3 буыны бір кішкентай баланың айналасына жиналып, оның әр демін үмітпен күтті. Ал Айсұлтан болса, олардың бәріне өмірдің ең үлкен сабағын үйретіп жатты. Адамның күшін денесінің сау болуы ғана көрсетпейді екен. Кейде кішкентай ғана сәби бүкіл отбасына өмір сүруді, үміттенуді, берілмеуді үйретеді екен. 9 айында Айсұлтанның көзіне байланысты Петерборға бару мүмкіндігі туды. Үлкен үмітпен жолға шықты. Анасы баласын құшағына қысып, ұзақ жол бойы үнсіз дұға етті. Я Алла, балама бір жарық берші. Оның көзін ашпасаң да, өміріне жеңілдік бере көр, деп тіледі. Ота жасалды. Бірақ күткен нәтиже болмады. Айсана дәрігердің сөзін естігенде үнсіз ғана басын изеді. Көз жасын сол жерде төккен жоқ. Баласының құшағына алған соң ғана сыртқа шығып жылап жіберді. Нұргелді оның жанында тұрды. Бәрі бітті деп ойлама, деді ол. Айсана оған қарап, мен бітті деп тұрған жоқпын. Мен тек шаршадым, деді. Нұргелді әйелінің қолын ұстап, онда шаршасаң мен көтеремін. Сен баланы құшақтап жүре бер, деді. Бұл сөз Айсананың жүрегіне жетті. Себебі осы уақытқа дейін олардың арасында салқындық пайда болған еді. Айсана бар назарын баласына аударып, Нұргелді өзін жалғыз сезіне бастаған. Бірақ енді ол да түсінді. Бұл әйел күйеуінен қашып жүрген жоқ. Ол баласының өмірін сақтап қалу үшін күн сайын өзін құрбан етіп жүрген. Ал Нұргелді де бірте-бірте әкелік сезімнің не екенін терең түсіне бастады. 10 айға келгенде Айсұлтанның басындағы шунтқа байланысты тағы қиындық туып, қайтадан операция қажет болды. Операциядан кейін оның жүрегі тоқтап қалды. Ауруханашы бір сәтте тып-тыныш болып кеткендей болды. Дәрігерлер жанталасып баланы қайта тірілтуге тырысты. Ал дәлізде Айсана есінен танып қала жаздап қолын жайып, «Я Алла, баламды өзіне аманат еттім. Бірақ оны менен алма», деп жылады. Бірнеше уақыттан кейін дәрігерлер сыртқа шықты. Беттерінен ауырлық сезілетін. Баланың жағдайы өте ауыр. Жүрегі тоқтап қалды. Кейін қайта соқты. Қазір бәрі Алланың қолында, деді дәрігер. Айсана сол жерде тізерлеп отырып қалды.
Ол жылаудан да, қорқудан да шаршаған еді. Бірақ 4 сағаттан кейін күтпеген жағдай болды. Айсұлтан көзін ашты. Ол тірі еді. Дәрігерлердің өзі таңғалды. Айсана баласын көргенде оның қолын ұстап, «Айсұлтан, балам», деп сыбырлады. Бала анасының даусын естігенде тынышталды. Сол сәтте анасы жүрегімен бір ғана нәрсені сезді. Бұл бала өмірді қатты қалап тұр. Бірақ ауыр операциядан кейін оның жағдайы бұрынғыдан да қиындады. Дене қызуы түспеді. Аяқ қолы тырысып, кейде селкілдеп қалатын. Кейін дәрігерлер оған тағы бір диагноз. Балалардың қимыл қозғалысына әсер ететін ДЦП белгілерін айтты. Айсана бұл сөзді естігенде үнсіз қалды. 1 жасқа толуына аз қалған баласы аурухана төсегінде жатты. Ол 10 айында ауруханаға кіргенде әлі үмітпен келген еді. Ал 2 айға жуық уақыт өткен соң, қолына баласын көтеріп, жаңа шындықпен үйіне қайтты. Айсұлтан 1 жасқа толғанда, оның өміріндегі ең үлкен үміттердің бірі де бірге сөніп қалғандай болды. 2 ай бойы ауруханада жатқан балаға дәрігерлер барынша ем жасап көргенімен, күткен нәтиже болмады. Ақыры амалдың жоқтығынан Айсұлтанды үйіне шығарды. Үй жағдайында қарап көріңіздер деген сөз Айсананың жүрегіне ауыр тиді. Өйткені ана жүрегі дәрігердің даусынан бұрын шындықты сезіп қойған еді. Бұрынғыдай өзі тамақтанып, анасының омырауын еміп, 2 аяғына сүйеніп жүретін бала енді жоқ. Соңғы операциядан кейін Айсұлтанның бүкіл өмірі қайтадан нөлден басталған еді. Ол тіпті өз басын көтере алмайтын. Кішкентай қол аяғы тырысып, кейде денесі селкілдеп қалатын. Бір кездері 8-9 айлығында атасы мен әжесі 2 жағынан ұстап, аяғын сүйретіп болса да жүргізетін. Сол күндерді Айсана кейде сағынып еске алатын. Сол кезде баламның аяғы жерге тиіп еді ғой, деп ішінен күрсінетін. Енді сол кішкентай аяқтар қозғалыссыз жататын. Айсұлтан жаңа туған нәрестедей әлсіз еді. Басын көтере алмайды. Өздігінен отыра алмайды. Тамақ іше алмайды. Тамақтың өзі мұрын арқылы асқазанға жеткізілетін шланкамен берілетін. Сүт қоспасымен су ғана. Анасының жүрегін ең қатты ауыртқаны да осы еді. Бір кездері өз кеудесіне басын қойып, еміп отырып ұйықтайтын баласы енді анасының омырауын да қабылдамайтын. Айсана баласын құшағына алып, емізуге талай рет тырысты. Бірақ Айсұлтан әлсіз еді. Бірде аузына жақындатқанда басын бұрып жіберді. Айсана сол сәтте көз жасын ұстай алмады. «Балам, мен ғой, анаң ғой», деді сыбырлап. Бірақ бала жауап бере алмады. Айсана оның маңдайынан сүйіп, құшағына қысып отырды. Ана мен баланың бұрынғы ерекше байланысы жоғалған жоқ еді. Тек оның түрі өзгерді. Бұрын Айсұлтан анасының омырауынан тыныштық тапса, енді оның құшағынан тыныштық табатын. Анасының даусын естігенде денесі аздап босаңситын. Айсана баласын түн сайын бауырына басып ұйықтайтын. Кейде бірнеше сағат бойы қозғалтпай ұстап отыратын. Қолдары талатын, арқасы ауыратын, көзі ілінетін. Бірақ баласын төсегіне жалғыз қалдыруға жүрегі дауаламайтын. Өйткені оның әр демі ана үшін үлкен мағынаға айналған еді. Үйге келгеннен кейін олардың алдында мүлдем басқа өмір басталды. Аурухананың есігінен үйдің есігіне дейін келгенімен, Айсана ауруханадан шыға алмағандай күйде жүрді. Күн тәртібі дәрілерге байланып қалды. Айсұлтан күніне 7 түрлі дәрі ішетін. Бірі тыныштандыратын, бірі ұйықтататын, бірі басына, бірі тәбетін ашуға арналған. Ішпеген дәрісі қалмағандай еді. Әсіресе ұйқысы өте ауыр мәселе болды. Дәрісіз ұйықтау деген мүмкін емеске айналды. Бала мазасызданып ұзақ жылайтын. Кейде түннің бір уағына дейін көз ілмей, анасының құшағында жатып шығатын. Айсана оның жылағанына қосылып жылайтын, бірақ баласына білдірмеуге тырысатын. Жыласам, балам қорқады деп, көз жасын ішіне жұтатын. Нұргелді де сол уақытта Ресейге жұмыс істеуге кеткен еді. Баласының еміне, дәрісіне, жолына, тамақтануына ақша керек болатын. Әкесі баласының жанында болғысы келгенімен, отбасы үшін алыста жүруге мәжбүр болды. Кейде видео қоңыраумен сөйлесетін. Телефонның ар жағында әкесінің даусын естігенде, Айсұлтанның жүзінде кішкентай ғана өзгеріс пайда болатын.
Нұргелді: балам, әкең ғой, қалайсың? Деп сөйлейтін. Ал Айсана телефонды баласының құлағына жақындататын. Әкеңді естіп жатырсың ба? Дейтін. Нұргелді үнсіз қалатын. Себебі баласының әлсіз түрін көрген сайын, оның дауысы дірілдеп кететін. Ер адам болып жыламауға тырысқанымен, кейде камераны өшіріп алып көз жасын сүртетін. Ақша үшін кеттім. Бірақ баламның қасында болуым керек еді, деген ой ішін жейтін. Ал Айсанаға сол кезде ең ауыр тигені күндіз-түні жалғыз қалу еді. Бала жыласа, онымен бірге жылайтын. Бала қиналса, өзінің жүрегі ауыратын. Бала ұйықтаса, оянып кетпесе екен деп қорқатын. Ал бала ұзақ ұйықтаса, бір жері ауырып жатқан жоқ па, деп қайта-қайта тексеретін. Ол енді жай ана емес, баласының әр демін күзетіп отырған адамға айналды. Атасы мен әжесі де немересін қараусыз қалдырмады. Әсіресе атасы Айсұлтанды ерекше жақсы көретін. Таңғы сағат 6-дан 8-ге дейін немересін далаға алып шығатын. Кейде үшеуі, атасы, әжесі және Айсұлтан аулада отырып шай ішетін. Атасы немересін алдына алып: ауамен тыныста балам, күннің жылуын сезін, деп маңдайынан сипайтын. Айсұлтанның көзі көрмейтінін білсе де, атасы күн сәулесіне бетін тосып отыратын. Бәлкім күннің жарығын сезінсе, көзі көріп кетер деген бала көңіл үмітін өз жүрегінде сақтайтын. Кейде немересінің кішкентай көздеріне қарап ұзақ отыратын. Бір күні атаңның жүзін көресің балам, бір күні көресің, деп сыбырлайтын. Бірақ ол күн келмеді. Айсұлтан күннің жылуын сезді. Атасының даусын таныды. Оның қолының жылуын сезді. Бірақ жарықтың өзін көре алмады. Таңғы 8-дер шамасында атасы мен әжесі жұмысқа кететін кезде Айсананы оятатын. Қызым, балаңды ал, біз жұмысқа кетейік, дейтін. Айсана түн бойы ұйықтамай шықса да, орнынан тұратын. Баласын құшағына алатын. Осылайша күндер бір-біріне ұқсап өте берді. Бір күн, 2 күн, бір апта, бір ай. Бірақ ана жүрегіндегі қорқыныш күн сайын үлкейіп келе жатты. Айсұлтанның денесі 5 келіге дейін азып кеткен еді. Кішкентай денесіне киімдері кең болып қалды. Бұрынғы суреттеріне қарап Айсана кейде жылап отыратын. Мынау менің балам ба еді? Мына жерде күліп тұр ғой, деп ескі суреттерін сипайтын. Ал қазір сол бала оның құшағында жатады. Әлсіз, үнсіз, бірақ тірі. Сол тірі деген бір ғана сөз Айсанаға бәрінен қымбат еді. Үйге келген соң олар апармаған жер қалмады. Дәрігерге де барды, емшіге де барды, молдаға да апарды. Бірі дұға оқыды, бірі дем салды. Кейбіреуі тіпті балаңды ұстамай жібер, қиналып жүр деген сөздерді айтты. Бірақ Айсана ондай сөздерді естіген сайын, баласын одан сайын қатты құшақтайтын. Мен баламды ешқайда жібермеймін. Алла өмір берсе, өмірінің соңына дейін қасында болам, дейтін. Ол ешкімнің үмітіңді үз деген сөзіне көнбеді. Себебі ана жүрегі үмітпен ғана өмір сүріп тұрған еді. Бір күні Айсұлтанның қызуы көтерілді. Алғашында Айсана қатты қорыққан жоқ. Бәлкім суықтап қалған шығар деп ойлады. Дәрісін берді, суды аз-аздан ішкізді, денесін сүртті. Бірақ қызуы түспеді. Бірнеше сағат өтті, тағы түспеді. Айсана ауруханаға апарғысы келмеді. Өйткені аурухананың иісі, дәліздері, ақ халатты дәрігерлердің асығыс жүрісі оған соңғы айларда көрген ауыр күндерді еске салатын. Ол баласын бір тәулік үйде өзі қарауға бел буды. Бір күн бақылап көрейін, ертең басылар деп өзін жұбатты. Бірақ түн өткен сайын баланың денесі қыза түсті. Айсана оның маңдайына қолын қойып, қайта-қайта тексерді. Балам, шыдашы, анаң қасында, деді. Таң ата Айсана амалсыз өз анасына хабарласты. Мама, бізді молдаға апарасыз ба? Деді әлсіз дауыспен. Анасы көп сұрақ қоймай үйге келді. Бірақ ол келгенде жағдай бұрынғыдан да ауыр еді. Айсұлтанның қызуы түспек түгілі, одан сайын көтеріле бастады. Бір сәтте температурасы 42 градусқа жетті. Бала селкілдеп, тырысып қалды. Айсана не істерін білмей қалды.
бір сәтте үйдің іші айналып кеткендей болды. Анасы қасында болмаса, не боларын өзі де білмейтін. «Мама, балам», деді Айсана абдырап. «Жедел жәрдем шақыр», деді анасы. Жедел жәрдем келді. Дәрігерлер баланың жағдайын көргенде, бірден оны ауруханаға алып кету керектігін айтты. Айсана баласының соңынан жүгіріп шықты. Жол бойы баласының қолын ұстап отырды. «Я Алла, тағы да аурухана ма?» деп ішінен қайталады. Ауруханаға жеткенде дәрігерлер Айсұлтанды бірден реанимацияға алып кетті. Анасы дәлізде қалды. Сол сәтте оның жүрегі қайтадан баяғы 62 күндік реанимацияны есіне түсірді. Тағы да сол есік. Тағы да сол ақ халаттылар. Тағы да сол қорқыныш. Айсана есікке қарап тұрып, «Айсұлтан, анам осында, балам», деп сыбырлады. Бірақ бала оны естімейтін жердеді. Реанимацияда оған ауа жетпей, жағдайы ауырлаған болатын. Айсанаға әр 3 сағат сайын баласының тамағын беруге рұқсат ететін. Ол сол 3 сағатты асыға күтетін. Уақыт келгенде шланг арқылы тамағын беріп, маңдайынан сүйіп, қайта шығатын. Палатаға келген соң бірден дәптерін алып, Аллаға хат жазғандай, ішіндегі бар сырын қағазға түсіретін. «Аллам, тағы бізді сынадың ба? Егер бұл сынақ болса, маған күш бер. Баламның қиналғанын көріп тұрып, өзімнің қиналғаным аздық етіп тұр ма? Баламның ауырғанын өзіме бере көр. Мен шыдаймын. Тек балам аман болсын», деп жазатын. Кейде қағазға тамған көз жасы сияны жайып жіберетін. 5 күн бойы Айсұлтан реанимацияда жатты. 5 күн ана үшін 5 жылдай өтті. 6-шы күні дәрігерлер Айсұлтанды анасының жанына әкелді. Айсана баласын көргенде бір сәтке демін ішіне тартып қалды. «Балам», деді. Сосын құшағына алды. Сол сәтте оның аузынан бір ғана сөз шықты. «Уф, балам, амансың ғой». Айсана сол күні алғаш рет еркін тыныстағандай болды. Бірақ оның әлі ауруханада қалуына тура келді. Тағы 5 күн өтті. Осы 5 күнде Айсұлтан біртіндеп шланкасыз тамақтануға үйрене бастады. Бөтелкеге қайта үйренді. Тіпті анасының омырауында қайта еме бастады. Айсана үшін бұл кішкентай ғана өзгеріс емес, үлкен жеңіс еді. Баласын емізіп отырып, көз жасын тыя алмады. «Сен қайтадан менің балам болып келе жатырсың ғой», деді ол күлімсіреп. Дәрігерлер ақыры, «Баланың жағдайы тұрақталды, үйге қайтуға болады», деді. Анасы қуанды. Үйге қайтты. 2 күн ғана. 2 күн олар ауруханасыз өмір сүрді. 2 күн далаға шықты. 2 күн Айсана баласын құшағына алып, жай ғана тыныш отырды. Нұргелдімен видео қоңырау арқылы сөйлесті. Телефонның ар жағындағы әкесі ұлын көріп, «Менің батыр балам», деді. Айсана күліп, «Әкеңді сағындың ба?» деп сұрады. Бірақ ол бақыттың 2-ақ күнге созылатынын білмеді. 2025 жылдың 15 маусым еді. Түнгі сағат 3-тен 15 минут өткен шамасында Айсұлтан қайтадан қатты жылай бастады. Оның жылауында бұрынғыдан бөлек бір ауырлық бар еді. Айсана оны құшағына алды. Тербетіп көрді. Сүт беріп көрді. Дәрісін берді. Бірақ бала тынышталмады. «Балам, не болды саған?» деп қайта-қайта сұрады. Ана жүрегі тағы да бір жамандықты сезгенде еді. Сағат 3-тер шамасында олар қайтадан ауруханаға түсті. Дәрігерлер баланың жағдайын көріп, өте ауыр екенін айтты. Сосын Айсана өміріндегі ең ауыр сөздердің бірін естіді. «Балаңыздан бас тартыңыздар. Оны бізге қалдырыңыздар. Жағдайы өте ауыр. Біз енді тек жағдайын бақылап, соңғы сәтін күтеміз», деген мағынадағы суық сөздер айтуды. Айсана сол сәтте дәрігерлерге қарап тұрып, «Жоқ, мен баламнан бас тартпаймын», деді. Даусы дірілдеп тұрса да, сөзі анық еді. «Мен баламды тірі кезінде тастамаймын. Оның жанында боламын. 3 сағат сайын тамағын өзім беремін. Не болса да қасында боламын». Ол сол күннен бастап баласының әр 3 сағат сайын қасына кіріп отырды. Ана үшін уақыт тоқтағандай болды. Кешкі 7-8 шамасында кенеттен дәрігерлер шұғыл операция жасайтынын айтты.
Шунтқа байланысты мәселе болып, баланың жағдайын сақтау үшін операция қажет болды. Түн ортасына қарай қаладан дәрігерлер келді. Операция жасалды. Айсана сыртта дұға етіп отырды. Ол не болып жатқанын толық білмеді. Оған тек бәрі жақсы деген сөз айтылды. Бірақ сол уақытта отбасының үлкендеріне әлде қайда ауыр хабар берілген еді. Дайын болыңыздар деген суық сөздер айтылып қойған болатын. Бірақ Айсанаға ешкім оны айтуға дәті бармады. Ол әлі де үмітпен отырды. Баласының аман қалатынына сенді. 16 маусым күні ауруханаға туыстары жинала бастады. Айсана олардың неге келгенін түсінбеді. Неге бәрі осында жүр деп ойлады. Бірақ ешкім оған шындықты айта алмады. Ана жүрегі бір нәрсені сезгенімен, ақылы оны қабылдаудан бас тартты. Сол күні түсте Айсана баласының қасына барып, сағат 3-те шамасында қоспасын берді. Баласын емізді, ұйықтатты. Сосын палатасына қайтты. Кешке қарай өзінің де мазасы қаша бастады. Баласына баратын уақыты келген еді. Ол асығыс бөтелкесіне қоспасын дайындады да, баласының жанына жүгіріп келді. Дәрілерін берді. Сол кезде ауруханада ауысым болып жатқан. Дәрігерлер кіріп шығып жатты. Айсана болса, ештеңеден күдіктенбей, баласының жанында отырды. Балам, сүтінді ішіп алшы, сосын анаң сені құшақтап ұйықтатады деді. Айсұлтан 90 грамдай сүт ішті. Анасы оны бауырына басты. Енді оң жақ омырауынды берем, сосын ұйықтаймыз деді. Бірақ дәл сол сәтте Айсана баласының түрінен бір өзгерісті байқады. Бала басқаша тыныстап жатқандай болды. Балам, деді ол. Ауа жетпей жатыр ма? Асығыс оттегін қостырды. Баласын қолына алып, мауқын басып отырды. Ол сол сәтте өміріндегі ең соңғы рет баласының денесін құшағына қысып отырғанын білмеді. Айсұлтанның соңғы демі анасының қолында шықты. Анасы оның жүзіне қарап отырып, ештеңеден хабарсыз еді. Дәрігерлер, балам біртүрлі болып кетті деді. Бірақ оны сыртқа шығарып жіберді. Айсана дәлізге шықты. Сағат шамамен кешкі 7 еді. Ол сол жерде Нұргелдіге хабарласты. Баламыздың жағдайы қалай деп сұрады. Телефонның ар жағындағы Нұргелдінің даусы өзгеріп кетті. Ол шындықты біліп тұрған еді. Өз баласының жағдайын әйелінен бұрын естіген еді. Бірақ ол да не айтарын білмеді. Ең ауыры, Нұргелді баласының соңғы сәтіне келе алмады. Ұлын соңғы рет көре алмады, қоштаса алмады. Ал Айсана аурухананың алдында жалғыз отырды. Аспанға қарап. Ей, Құдай, Айсұлтаным маған қайырлы болса, алып қалшы. Егер бұл бала мен үшін қайырсыз болса, менен ал, деп жылады. Сосын ақ сүтін еске алды. Ақ сүтімді кештім. Ақ сүтімді кештім. Ақ сүтімді кештім, деп 3 рет дауыстап айтты. Егер алатын болсаң, жаның қинама, деді. Сосын көзін жұмып, аумин, деді. Сол дұғадан кейін көп уақыт өтпей, 3-ші қабаттан хабар келді. Айсұлтанның анасы кім? Балаңызбен қоштасыңыз. Айсана сол сәтте денесі қалтырап кетті. Аяғы өздігінен қозғалғандай жоғары көтерілді. Ол 3 қабатқа шықты. Сол жерде ғана шындықты көрді. Барлығы білген. Туыстары да, үлкендері де, дәрігерлер де. Тек Айсана ғана баласының соңғы деміне дейін ештеңеден хабарсыз қалған еді. Қайнатасы оған қарап, жылап тұрып, келін, балаңнан айырылдың, деді. Сол сөз Айсананың жүрегін қақ айырды. Ол баласының жанына барды. Кішкентай ғана денесі тыныш жатты. Анасы оның маңдайынан сипады. Балам, сен соңғы сүтіңді менен іштің ғой, деді. Сен менің қолымда кеттің. Мен сені жібергім келмейді. Бірақ енді сені ұстап қала алмаймын. Айсұлтан өмірдің талай ауырлығын көрді. Ол 6 ай 2 күндік болып дүниеге келді. 62 күн анасынан алыс жатты. Бірінен кейін бірі операциялардан өтті. Көзі көрмеді. ДЦП мен күресті.
ауруханадан ауруханаға көшті. 5 келіге дейін азып кетті. Бірақ анасының даусын, әкесінің үнін, атасының мейірімін сезіп өмір сүрді. Өмірге бар болғаны 1 жас 15 күн ғана келді. Бірақ сол қысқа ғұмырында бір отбасының жүрегіне өшпейтін із қалдырды. 17 маусым күні Айсұлтанды Бабайқорған ауылына жерледі. Ауылдың аспаны сол күні тым үнсіз еді. Анасы баласының қабірінің басында ұзақ отырды. Мен сені үйге алып келем деп ойлаған едім. Бірақ сен мені өзіңмен бірге басқа бір өмірге алып кетіп бара жатырсың, деген ой жүрегін өртеді. 3 күннен кейін Нұргелді елге жетті. Бірақ ол келгенде үйдің іші бос еді. Баласының дауысы жоқ. Оның кішкентай киімдері ғана қалған. Бөтелкесі бір бұрышта тұр. Дәрілер жиналып тұр. Ал анасының құшағы бос еді. Нұргелді баласының бөлмесіне кіріп ұзақ үнсіз отырды. Сосын ғана ер адам болып ұстап келген жасы сыртқа шықты. Балам, әкең сені соңғы рет құшақтай алмады ғой, деді ол. Айсана үнсіз отырды. Оның көзінен жас та шықпай қалған еді. Кейде адам тым қатты қайғырғанда жылай да алмай қалады екен. Себебі жүрек көтере алмайтын ауырлық келгенде көз жасы да дәрменсіз болып қалады екен. Бірақ Айсұлтанның қысқа ғұмыры бекер өткен жоқ. Ол анасына сабырды үйретті. Әкесіне әкелік махаббаттың шегін көрсетті. Атасына немере деген махаббаттың қандай болатынын сездірді. Ал оны таныған әр адамға бір ғана нәрсені ұқтырды. Адам өмірінің ұзақтығымен емес, жүректерде қалдырған ізімен өлшенеді екен. Айсұлтан небәрі 1 жас 15 күн өмір сүрді. Бірақ сол 1 жыл 15 күннің ішінде ол өз отбасының бүкіл өмірін өзгертті. Ал Айсана үшін ең ауыр сөз әлі де сол еді. Балаңнан айырылдың. Ол сөзді естіген күннен кейін оның өмірі бұрынғыдай болмады. Бірақ ана жүрегінің бір түкпірінде Айсұлтан мәңгілік өмір сүріп қалды. Оның даусы жоқ еді, бірақ анасы оны жүрегімен еститін. Оның қолы жоқ еді, бірақ анасы оның құшағын әлі сезетін. Оның көзі көрмедін, бірақ анасының жүрегін көргендей еді. Ал анасы үшін Айсұлтан ешқашан ерекше бала ғана болған жоқ. Ол оның өмірге берген ең үлкен махаббаты, ең ауыр сынағы, және жүрегінде бір ғана ой тұрды. Енді баламның заттарын не істеймін? Үйдің бір бұрышында Айсұлтанның кішкентай киімдері жиналып тұрды. Бір кезде сол киімдердің әрқайсысын Айсана баласына қуанып алып еді. Мынау алғаш ауруханадан шыққанда киген киімі. Мынау атасы әкеліп берген кішкентай костюмы. Ал мына кішкентай шұлығы Айсұлтанның аяғына дәл келмей үлкендеу болып қалған есінде. Айсана шкафтың есігін ашып киімдерге ұзақ қарап тұрды. Қолын созып біреуін алды да кеудесіне қысты. Баласының иісі қалғандай сезілді. Айсұлтаным, деді ақырын ғана. Сол сөзден кейін оның көзінен жас тоқтамай ақты. Үйдегілер киімдерді жинап мұқтаж біреуге беруді ойлаған еді. Бірақ Айсана оған бірден қарсы болды. Жоқ, таратпандаршы, деді ол. Бұлардың бәрін алып қаламын. Айсұлтанымнан кейінгі болашақ бөпелеріме кигіземін. Осы сөзді айтқанда, оның өзі де жүрегінің қаншалықты үмітке жармасып тұрғанын түсінбеді. Ол баласының жоқтығын қабылдай алмай, оның киімдерін болашаққа сақтап қойғысы келді. Үлкен апаларына да бас салып, өтінемін, ешкімге бермеңіздерші, мен бұларды сақтаймын. Бір күні тағы бір сәбиім болса, Айсұлтанымның киімдерін соған кигіземін, деді. Бірақ бұл сөздің астарында тек болашаққа деген үміт емес, Айсұлтанды жүрегінен жібергісі келмеген ананың жанайқайы жатқан еді. Сол түні Айсана баласының кішкентай киімдерін алдына жайып қойып, бір-бірлеп құшақтады. Біреуін бетіне басты, біреуін иіскеді. Сосын көзін жұмып, Айсұлтанды құшағына алғандай отырды. Бөлменің бір бұрышында баланың бөтелкесі тұрды. Айсана оны қолына алды. Әдеттегідей жуып кептіріп қойды. Неге олай істегенін өзі де түсінбеді. Бәлкім, ертең керек болып қалар деген ішкі бір үміт шығар. Баласының дәрілері де сол жерде тұрды.
Бірнеше күн бұрын ғана осы дәрілердің әрқайсысын уақытында беруге тырысып жүрген. Енді олардың ешқайсысы қажет емес еді. Бірақ Айсана біреуін де лақтыра алмады. Қораптарын жинап қойды. Бәлкім керек болып қалар, деген ой санасында қайта-қайта айналды. Адамның жүрегі кейде ақылдың қабылдаған шындығын қабылдай алмайды екен. Ақыл балаң жоқ дейді. Ал жүрек қазір есік ашылып, Айсұлтан кіріп келетін шығар деп күтіп тұрады. Айсана да сол күйдеді. Үйде бұрын күндіз-түні баланың даусы болатын. Бірде жылайтын, бірде мазасызданатын, бірде анасының құшағында тынышталатын. Кейде Айсана сол жылаудан шаршап, балам, аздап тыныш отыршы деп қоятын. Енді сол сөзін сағынды. Үй тым тыныш болып кеткен еді. Бірақ ол тыныштық қуаныштың тыныштығы емес еді. Ол сағыныштың тыныштығы болатын. Бір кезде баланың жылағанын есту үшін бүкіл үйді тынбайтын ана енді үнсіздіктен қорқатын болды. Кешкісін өзінен өзі оянып кететін. Сағатқа қарайтын. Айсұлтанның дәрісін беруім керек еді деп ойлайтында, бірнеше секундтан кейін ғана баласының жоқ екенін есіне түсіретін. Сол сәтте жүрегі қайтадан шым ете қалатын. Нұргелді де 3 күннен кейін үйге жетті. Ресейден жол бойы баласын көретін сәтті ойлаған. Бірақ ол келгенде үйдің есігінің ар жағында баласының күлкісі емес, ауыр тыныштық күтіп тұрды. Ол табалдырықтан аттағанда көзінің алдынан Айсұлтанның кішкентай арбасы көрінді. Арба бос еді. Нұргелді бір сәт сол жерде тұрып қалды. Қолын арбаның тұтқасына қойды. Ештеңе айта алмады. Сосын баласының бөлмесіне кірді. Балаға арналған көрпе жатыр. Кішкентай киімдері бүктеліп тұр. Бір бұрышта бөтелкесі тұр. Нұргелді бөтелкені қолын алды. Көзін жұмды. Сол сәтте ер адамның ішіндегі барлық сағыныш сыртқа шықты. Балам, әкең келді ғой, деді ол дірілдеген дауыспен. Бірақ сен жоқсың. Мен сені күтіп келдім ғой. Неге мені күтпедің, балам? Ол баласының киімдерінің үстіне еңкейіп ұзақ жылады. Айсана да үнсіз қасында отырды. Екеуі бір-біріне қарап бір сөз айта алмады. Себебі екеуінің де жүрегінде бір ғана адам бар еді. Айсұлтан. Сол күннен бастап олардың үйінде бұрын болмаған бір нәрсе пайда болды. Ол үнсіздік еді. Бұрын үйде Айсұлтанның жылауы бар болатын. Енді сол жылаудың өзі сағынышқа айналды. Нұргелді кейде жұмыстан келгенде есікті ашып, балам қайда деп сұрағысы келетін. Сосын өз сөзіне өзі тоқтайтын. Айсана да кейде таңертең көзін ашып баласын іздейтін. Бірнеше секундтан кейін ғана шындық есіне түсетін. Ең ауыр нәрсе де осы еді. Қайғы бір рет келіп кетпейді екен. Ол күн сайын қайта келеді екен. Таң сайын, түн сайын. Әр заттың арасынан, әр дыбыстың арасынан, әр естеліктің арасынан. Айсұлтанның атасы үшін де өмір бұрынғыдай болмады. Бұрын ол таңғы 6-да тұрып, немересін далаға шығаратын. Аулада үшеуі шай ішетін. Атасы немересін алдын алып, күннің жылуын сездіргісі келетін. Енді сол әдетпен таңғы 6-да оянды. Үйден шықты. Үстелге шай қоюға отырды. Қолмен бір кесе алды. Сосын екінші кесені қойды. Бір сәтке үшінші кесені де алғысы келді. Қол тоқтап қалды. Үшінші кесе кімге арналғанын есіне түсіргенде, атасының жанары төмен түсті. Ол ештеңе айтпады. Үнсіз отырды. Үйдің іші тыныш. Аулада Айсұлтан жоқ. Бірақ атасының көзі әлде есікке қарап қоятын. Бәлкім қазір әжесі баланы көтеріп шығып қалар дегендей. Ол немересінің бос арбасын көрген сайын жүрегі ауыратын. Кейде арбаны жай ғана қолмен сипап өтетін. Кешір балам, дейтін ақырын. Атаң сені алып қала алмады. Атасы көп жылады. Бірақ немересінің көзінше жыламайтын адам енді немересі жоқ кезде жылаудың не екенін білді. Кейде ауылда бір бала жыласа, атасы еріксіз бұрылып қарайтын. Біреудің қолындағы кішкентай сәбиді көрсе, көзіне жас келетін. Себебі оның жүрегінде енді ешқашан өшпейтін бір бос орын пайда болған еді. Айсана да бірте сыртқы әлемнен алыстай бастады. Ауруханаға барудан қорқатын болды. Бір күні көшеде жедел жәрдемнің дауысы естілді. Сол сәтте оның денесі мұздап кеткендей болды.
Құлағына баяғы аурухананың дыбыстары естілгендей болды. Реанимация есігі, ақ қалатты дәрігерлер, баласының шланкасы. Балаңыздың жағдайы ауыр деген сөздер. Бас тартыңыздар деген суық үн. Анасының көз алдына Айсұлтанның соңғы демі қайта келді. Ол жолдың шетінде тұрып қалды. Жедел жәрдем алыстап кеткенше қозғалмай тұрды. Сол күннен кейін Айсана аурухана маңынан өтуге де қиналды. Бірақ тағдыр оны бір күні қайтадан сол жерге алып келді. Бір күні ол ауруханаға басқа шаруамен келген. Дәлізде келе жатып, орындықта жалғыз отырған бір әйелді көрді. Әйелдің көздері қызарып кеткен. Қолында медициналық қағаздар бар. Ол қағаздарға қайта-қайта қарап, жылап отырды. Айсана оның жанына жақындады. Бірден ештеңе сұрамады. Тек қасына барып отырды. Өйткені кейбір қайғыны сұрақсыз-ақ түсінуге болады. Әйел біраздан кейін өзі сөйледі. Баламның диагнозын бүгін ғана білдім, деді ол жылап. Не істейтінімді білмеймін. Қайда барарымды білмеймін. Қалай өмір сүретінімді білмеймін. Айсана оның қолына қарады. Сол қолда өзі бұрын талай рет ұстаған аурухана қағаздар сияқты қағаздар тұрды. Бір сәтке Айсана өзін бірнеше ай бұрынғы күйінде көргендей болды. Дәл осындай қорқыныш. Дәл осындай белгісіздік. Дәл осындай енді не болады деген сұрақ. Ол біраз үнсіз отырды. Бақыттың қасында отырған Айсана оның көзіндегі қорқынышты бірден таныды. Өйткені ол көзқарас оған бөтен емес еді. Ол баласының диагнозын алғаш естіген ананың көзқарасы еді. Бақып қолындағы қағаздарға қайта-қайта қарап, саусақтарын дірілдетіп отырды. Баланың басы жиі ауырады. Кейде құсып жібереді, кейде мазасызданып жылай береді. Дәрігерлер гидроцефалия деді ол, әр сөзін әрең айтып. Айсана жүрегінің бір жері шым ете қалғанын сезді. Гидроцефалия деген сөз оның өміріндегі ең ауыр күндерді қайта есіне түсірді. Айсұлтанның ауруханалары, ота бөлмелері, шунт, реанимация, бәрі көз алдынан өтті. Бірақ бұл жолы ол қашпады. Керісінше, Бақыттың қолын ұстап. Бақыт, қорықпа, мен саған көмектесемін. Мен бұл жолдың қандай екенін білемін, деді. Сол күннен бастап, екеуінің арасы үзілмейтін достыққа айналды. Айсана Бақытқа өздері барған мамандар туралы айтып берді. Қай жерге барғанда қандай құжат керек, қандай тексерулерден өту керек, дәрігерге қандай сұрақтар қою керек, бәрін түсіндірді. Гидроцефалия кезінде дәрігерлер баланың жағдайын қарап, қажет болса ми бейнесін түсіретін зерттеулер мен неврологиялық тексерулер жүргізеді. Бақыт баласын құшақтап Алматыға жолға шыққанда, Айсана да бірге барды. Екі ана пойызда бір-біріне қарап отырып, үнсіз қалатын. Бірінің қолында үміт, екіншісінің жүрегінде бұрынғы жара. Бірақ екеуінің де көзінде бір ғана тілек бар еді. Баламыз аман болсын. Алматыда олар Төрешті бірнеше маманға көрсетті. Бақыт әр қабылдаудан кейін Айсанаға, сен болмасаң, мен қайда барарымды білмес едім дейтін. Ал Айсана оған, мен де кезінде дәл осылай біреудің қолдауына мұқтаж болдым. Енді сен жалғыз қалмайсың деп жауап беретін. Төрешке емдік дене шынықтыру, массаж және оңалту жаттығулары басталды. Мұндай оңалтуда баланың қимыл қозғалысын, бұлшық ет күшін және күнделікті дағдыларын дамытуға бағытталған жеке жоспарлар қолданылуы мүмкін. Алғашқы күндері Төреш жаттығуды жақтырмай жылайтын, Бақыттың жүрегі ауыратын. Баламды қинап жатқан жоқпын ба? Деп сұрайтын. Сонда Айсана, жоқ Бақыт, сен оны қинап жатқан жоқсың. Сен оған мүмкіндік беріп жатырсың. Бүгін істеген кішкентай қадамың, ертеңгі үлкен қадамы болуы мүмкін, дейтін. Осы сөз Бақыттың жүрегіне күш беретін. Күндер өтті. Бір күні Төреш массаждан кейін анасын көріп, кішкентай қолын созды. Бақыт оны көргенде жылап жіберді. Айсана, қарашы, қолын өзі созды, деді қуанып. Айсана да көз жасын сүртіп, көрдің бе? Үміт деген осы ғой, деді. Содан кейін олардың өмірінде кішкентай жеңістер көбейді. Төреш бұрын басын ұзақ ұстай алмайтын. Кейін біртіндеп басын жақсырақ ұстай бастады.
Бір күні өзі отырып көруге тырысты. Екінші күні массаж кезінде аяғын қимылдатты. Үшінші күні сүйеніп тұруға әрекет жасады. Әрбір кішкентай өзгеріс бақыт үшін үлкен мереке еді. Ал Айсана төрештің әр жетістігін көрген сайын Айсұлтанын есіне алатын. Менің балам да осындай мүмкіндікке ие болса ғой, деген ой жүрегін ауыртатын. Бірақ ол бұл жолы өткенге жылап қана қарамай, төреш үшін күресуге тырысты. Арада жылдар өтті. Бақыт пен Айсана жай ғана дос емес, бір-бірінің жанын түсінетін сырласқа айналды. Бірі шашаса, екіншісі демейтін. Бірі үмітсізденсе, екіншісі қолынан ұстайтын. Төреш 7 жасқа толған жылы Бақыт Айсанаға телефон соқты. Дауысы дірілдеп тұрды. Айсана, Төреш өзі жүріп келе жатыр, деді. Телефонның ар жағынан баланың күлкісі естілді. Айсана үнсіз жылады. Бұл жолы оның көз жасы қайғыдан емес еді. Жүгіре аласың ба, Төреш, деді ол телефонға. Бала күліп, апа, жүгіріп көрейін, деді. Сол сәтте Айсана көзін жұмды. Оның жүрегінен бір ғана ой өтті. Айсұлтаным, сенің қысқа ғұмырыңнан кейін де бір баланың өмірге қайта ұмтылғанын көріп тұрмын. Төрештің тағдыры Айсанаға бір нәрсені түсіндірді. Кейде бір баланың өмірі екінші бір ананың жүрегіндегі үмітті қайта тірілтеді екен. Ал Бақыт пен Айсана болса, бір-біріне кездейсоқ жолыққан екі әйел емес, бір-бірінің жарасын түсінген екі ана болып қалды. Айсана Айсұлтанын ешқашан ұмытқан жоқ. Бірақ енді оның есімін айтқанда тек жыламайтын болды. Менің Айсұлтаным өмірі қысқа болса да, маған адамдарға көмектесуді үйретіп кетті, дейтін. Ал Бақыт үшін Айсана қиын күндерде жанынан табылған құрбысы. Төреш үшін өмірге қайта ұмтылуына себеп болған үлкен жүректі жан болып қалды. Кейде тағдыр бір есікті жабады, бірақ оның ар жағынан басқа бір есік ашылады. Айсұлтанның өмірі аяқталды, бірақ оның анасының жүрегінде басталған мейірім басқа бір баланың тағдырына сәуле болып түсті. Жүрегінде бұрынғыдай ауыр қайғы ғана емес, бір өзгеше сезім пайда болды. Ол Айсұлтанның бұл дүниеде аз ғана уақыт өмір сүргенін енді басқаша түсіне бастады. 1 жас 15 күн. Біреуге бұл тым қысқа ғұмыр болып көрінуі мүмкін. Бірақ Айсана үшін сол 1 жыл 15 күн бүтін бір ғасырға татитын өмір еді. Баласы оған махаббаттың, сабырдың, үміттің не екенін үйретіп кетті. Айсұлтанның кішкентай жүрегі тоқтағанымен, анасының жүрегіндегі оның орны ешқашан тоқтаған емес. Кейде адам бұл дүниеден кетеді, бірақ оның қалдырған ізі біреудің жүрегінде мәңгі қалады. Айсұлтан да сондай бала болды. Ол өмірге күресіп келді, қиналды, жылады, анасының құшағына тығылды, әкесін күтті, атасының еркесі болды, әжесінің үміті болды. Ең бастысы, ол анасына өмірдің ең үлкен сабағын қалдырды. Балам үшін соңына дейін күресуге болады екен деген сабақты қалдырды. Егер сіз осы әңгімені тыңдап отырып, Айсұлтанның тағдырына алаңдап, анасының көз жасын жүрегіңізбен сезінсеңіз, сіз де біздің осы шағын отбасымыздың бір мүшесіндей болып кеттіңіз. Егер сіздің де жүрегіңізде осындай бір оқиға болса, оны ішіңізге бүкпей, бізбен бөлісіңіз. Мүмкін сіздің бір ауыз сөзіңіз дәл қазір қиналып отырған басқа бір анаға үміт сыйлар. Бірақ сіздердің әрбір төккен жастарыңыз, әрбір жасаған дұғаларыңыз, әрбір түнгі ұйқысыз өткізген сағаттарыңыз, балаңыз үшін жасаған үлкен махаббаттарыңыз. Алла әрқайсыңызға күш-қуат берсін, балаларыңызға шипа берсін, жүректеріңізге жеңілдік берсін. Егер бұл әңгіме сізге әсер еткен болса, біздің сырлы сөз арнамызға тіркеліп қойыңыздар. Видеоны ұнатсаңыздар лайк басып, пікірлеріңізді комментарийге қалдырыңыздар. Ал егер сіздің де өміріңізде ешкімге айта алмаған сырлы әңгімеңіз болса, бізбен бөлісіңіз. Мүмкін келесі әңгімеміз дәл сіздің оқиғаңыз болар. Осындай жүрекке жететін әңгімелерді бірге тыңдап, бірге бөлісіп отырайық. Сырлы сөз арнасына тіркеліп, келесі әңгімені жіберіп алмаңыздар. Ал Айсұлтанның есімі мен тағдыры жүрегіңізде қалсын. Ерекше баланың анасы болу, әр күн сайын өзіңмен бірге үлкен күрес жүргізу екен.
Біреуіңіздің балаңыз ДЦП мен, біреуіңіздің балаңыз аутизммен, біреуіңіздің балаңыз басқа бір диагнозбен күресіп жүрген шығар. Ал сіздер ше? Қалай күресіп жүрсіздер? Күніңіз қалай өтіп жатыр? Түндеріңіз қалай өтіп жатыр? Балаңыз үшін қанша рет жылап, қанша рет қайтадан күш жинадыңыз? Егер жүрегіңізде сақтап жүрген өз оқиғаңыз болса, бізбен бөлісіңіз. Комментарийге жазыңыз. Сіз өзіңізді жалғыз сезінуіңіз мүмкін, бірақ сіз жалғыз емессіз. Сіздің сөзіңіз дәл сіз сияқты күресіп жүрген басқа бір анаға күш беруі мүмкін. Ерекше баланың анасы әлсіз ана емес. Ол күн сайын құлап тұрып, қайтадан баласының жанына баратын ең мықты жан. Кейде жылайды, кейде шаршайды, кейде енді шамам жетпейді деп ойлайды. Бірақ баласының бір күлкісі үшін қайтадан өмірге ұмтылады. Барлық ерекше балаларға Алла шипасын берсін. Барлық аналарға сабыр, күш және жүректеріне жеңілдік берсін. Біз мықтымыз, аналар. Ал енді аналар, сіздермен қоштаспас бұрын тағы бір кішкентай сыр бөлісейікші. Бала ұйықтап қалған кезде қасына барып, маңдайынан бір сүйіп қоятын әдетіңіз бар ма? Көп ана ұйықтап қалды, енді өзім де демалайын деп ойлайды. Бірақ сонда да қайта-қайта баласының қасына барып, көрпесін түзеп, маңдайынан сипап, тынысын тыңдап шығады. Өйткені ана жүрегі баласы ұйықтап жатса да тынышталмайды екен. Кейде балаңыздың кішкентай ғана қолын алақаныңызға қысып отырып, балам, сен аман болшы. Мен сен үшін бәріне шыдаймын деп ішіңізден айтып отыратын шығарсыз. Осы бір ауыз сөздің өзінде ананың бүкіл әлемі жатыр. Ал түнде балаларыңызға қандай өлең айтасыздар? Қандай бесік жырын білесіздер? Әлді, ақ бөпем, деп бастайсыздар ма? Әлде өздеріңіз ойдан шығарып, балаңызға ғана арнаған ерекше сөздер айтасыздар ма? Кейбір аналар баласын ұйықтатқанда өлең айтпайды. Жай ғана дұға оқып, маңдайынан сүйіп, Аллаға аманат еттім сені, деп қояды. Кейбірі баласының құлағына ақырын ғана жақсы сөздер айтады. Өскенде жақсы адам бол. Ата-анаңды сыйла. Жүрегің таза болсын. Бақытты бол құлыным, деп тілегін жалтырады. Ал бала ертең бұл сөздердің бәрін есіне түсірмесе де, ананың сол кездегі мейірімі оның жүрегінде із болып қалатыны анық. Сондықтан бүгін түнде балаңызды ұйықтатар алдында асықпай қасына жатып, құшағыңызға қысып көріңізші. Телефонды бір жаққа қойып, бірнеше минут тек балаңызға қараңыз. Оның тынысын тыңдаңыз. Кішкентай алақанын ұстаңыз. Өйткені бүгін кішкентай болып жатқан балаңыз ертең өсіп, өз алдына бір адам болады. Ал бүгінгі түндеріңіз бір күні сағынышқа айналуы мүмкін. Бала деген үйдің берекесі. Оның жылағаны да, күлгені де, үйді шулатқан дауысы да тіршіліктің белгісі. Кейде шаршап жүріп, оның жылағанына ренжіп қаламыз. Тыныш отыршы деп айтып қоямыз. Бірақ сол дауысты бір күні сағынатынымызды білмейміз. Сондықтан аналар, балаларыңызды қаттырақ құшақтаңыздар. Бүгін бар нәрсенің қадірін бүгін біліңіздер. Бір-біріңізге жылы сөз айтыңыздар. Алладан балаларыңыздың амандығын сұраңыздар. Ал ерекше баланың анасы болып жүрген жандарға айтарым. Сіздердің әрбір күндеріңіз үлкен ерлік. Таңнан кешке дейін балаңыздың дәрісін беріп, массажын жасап, емін іздеп, түнде қасына қарап отырудың өзі үлкен еңбек. Кейде ешкім байқамауы мүмкін. Ешкім, сен бүгін қанша шаршадың деп сұрамауы мүмкін. Бірақ сіздің балаңыз үшін жасаған әрбір әрекетіңізді Алла біледі. Шаршаған кезде жылап алыңыз. Бірақ өзіңізді кінәламаңыз. Бір күн демалып алу жаман ана болғаныңыз емес. Көмек сұрау әлсіздік емес. Ана да адам. Оның да жүрегі бар. Оның да шаршайтын кезі болады. Ал егер дәл қазір осы әңгімені түн ішінде жалғыз тыңдап отырған ана болсаңыз, біліп қойыңыз. Сіз жалғыз емессіз. Балаңыздың қасында отырған сіз сияқты мыңдаған ана бар. Бірі баласының диагнозын енді ғана естіді. Бірі жылдар бойы ем іздеп жүр. Бірі баласының алғашқы қадамын күтуде. Ал енді бірі бүгін баласының бір күлкісіне қуанып отыр. Бәріміздің оқиғамыз әртүрлі.
Бірақ жүрегіміздегі бір ғана тілек ортақ. Баламыз аман болсын. Сондықтан комментарийге өзіңіз білетін бесік жырын, балаңызға айтатын тәтті сөзіңізді, немесе түнде жасайтын әдетіңізді жазып кетіңіздерші. Бір-бірімізден үйренейік. Бір-бірімізге күш берейік. Ал біздің сырлы сөз арнамызға енді ғана қосылған болсаңыз, тіркеліп кетіңіз. Бұл жерде әр адамның жүрегінде қалған сыр, әр отбасының басынан өткен оқиға, әр ананың айтылмаған әңгімесі бар. Бәлкім, келесі әңгімеден өзіңізді көріп қаларсыз. Бәлкім, біреудің оқиғасы сізге күш берер. Ал мүмкін, сіздің оқиғаңыз дәл қазір қиналып жүрген басқа бір адамға үміт болар. Сондықтан өз оқиғаңызбен бөлісіңіз. Бізді тыңдап, пікір жазып, қолдап отырмыздар. Бүгінгі әңгімені тыңдағандарыңызға көп рахмет, достарым. Балаларыңыздың ұйқысы тыныш, таңдары шуақты болсын. Үйлеріңізден күлкі кетпесін. Ана жүрегі ешқашан қайғы көрмесін. Балаңызды бүгін тағы бір рет құшақтап, маңдайынан сүйіп қойыңыз. Өйткені ананың балам деген бір ауыз сөзі бала үшін әлемдегі ең жылы бесік. Аман болыңыздар, достарым. Сырлы сөзде тағы кездескенше. Ал біздің сырлы сөзде әр адамның жүрегінде қалған бір сыр бар. Біреудің әңгімесі қуантады, біреуі жылатады. Ал енді бірі өмірге қайта үміт сыйлайды. Балаларыңыздың күлкісі үйіңізден кетпесін. Түндеріңіз тыныш, ұйқыларымыз тәтті болсын. Алла әр баланы ата-анасына аманат етіп, әр анаға сол аманатты мейіріммен мәпелеуге күш берсін.